сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі математика сабағын бастаудан алдын мен сендермен бір-екі сұрақ жауап өткізбекшімін. Ол үшін тақтаға қараймыз. Бұл сұрақтарға сендер тек қана ақиқат, жалған деп естисіңдер, жауап бересіңдер. Бірінші сұрағымыз. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Жансая, Жания. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ақиқат. Жарайсың, отыра ғой. Екінші сұрағымыз. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа көбейтеміз депті. Судайс. Жалған жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Жарайсың, өте дұрыс. Жарайсың, отыра ғой, жарайсың. Үшінші сұрағымыз. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Ардымәрі. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Жарайсың, өте дұрыс. Төртінші сұрағымыз. Комбинаторлық есептер дегеніміз, есептерді шығару барысында берілген нысандардың әртүрлі комбинация құруға, комбинациялардың санын санауға тура келетін есептер. Тура немесе жалған екенін. Кім айтады кәні балауса? Ақиқат. Иә, ақиқат екен. Яғни комбинаторлық есептер есеп шығару барысында берілген нысандардың әртүрлі комбинация құруға, комбинациялардың санын санауға тура келетін есептер екен. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Отыра ғой. Олай болса балалар, бүгін қазір сендердің жауаптарын мына жерде бір тексеріп алайық, қаншалықты дұрыс екенімізді. Ақиқат, жалған, ақиқат. Біздің жауаптарымыз қандай екен? Дұрыс. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Олай болса балалар, қазір біз сендерменен жаңа сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыз оқулықтағы 103-ші сабақ, сабақтың тақырыбы қорытындылау, ерекше өсімдіктер жайлы екен. Бұл сабақта өтудегі біздің мақсатымыз таңдап алу әдісімен комбинаторлық есептерді шығару, артынан қуып жету, бір бағытта қалып қою қозғалысына берген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспенен шешу. Олай болса, қазір оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада не депті? Қана ағырке оқи қойшы. Арман 4 ерекше өсімдік туралы ақпарат тапты. Бірақ сабаққа тек 2 өсімдік туралы ақпарат апаруы тиіс. 2 өсімдікті таңдау неше нұсқасы бар? Өсімдіктің атауын бірінші әріппен реттеп белгілеп, барлық нұсқаларын жаз. Отыра ғой. Демек, Арман 4 ерекше өсімдік туралы ақпарат тапты балалар. Бірақ сабаққа тек 2 өсімдік туралы ақпарат апару тиіс екен. Сонда Арман неше нұсқада 2 өсімдікті таңдай алады екен. Біз соны табуымыз керек екен. Мына өсімдіктерге қараңдаршы. Сендер осындай өсімдіктерді көрген бе едіңдер? Жоқ. Ондай өсімдіктер көрмегенсіңдер. Олар ерекше өсімдіктер екен. Біз жалпы өсімдіктер туралы білеміз, біздің елімізде өсімдіктер көп. Жалпы өсімдіктердің қандай пайдасы бар екен? Кім айтады қана? Өсімдіктер бізге не үшін қажет? Ал Рабия жауап бере ғой. Кейбір өсімдіктерден дәрі-дәрмек жасалады. Иә, демек өсімдіктерден жарайсың, отыра ғой. Дәрі-дәрмектер алынады. Тағы не үшін қажет өсімдіктер бізге? Тула. Өсімдіктерден көптеген жиһаздар жасауға болады. Өте дұрыс. Өсімдіктерден, ағаштардан не істелген әртүрлі жиһаздар жасалады екен. Жарайсың, отыра ғой. Және не үшін қажет екен бізге өсімдіктер? Және не үшін? Жансая? Біздің ауламызда өсімдіктер өсіп тұрса, бізге көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Өте жақсы. Көтеріңкі көңіл сыйлайды екен. Өте жақсы. Яғни отыра ғой. Жарайсың, өте жақсы. Яғни өсімдіктер туралы біз түсінік алдық. Енді олай болса, енді мына тапсырмамызға қараймыз. Бізде баобаб ағашы, Калифорния секвойясы, романеско урам жапырағы берілді. Осыны Арман неше нұсқасын таңдауы мүмкін. Қане, кім шығады? Қане Жансұлу шыға ғой. Баобабпен айдаһар ағашын алуға болады. Баобабпен Калифорния секвойясын алуға болады. Баобабпен романеско урам жапырағын алуға болады.
Калифорния секвойясы мен романуска орам жапырағын алуға болады. Айдаһар ағашы мен Калифорния секвойясын алуға болады. Романуска орам жапырағы мен айдаһар ағашын алуға болады. Жарайсың. Ал енді қазір біз қаншалықты дұрыс ақпарымызды тексеріп көрейік. Сонда бізде неше нұсқа шықты? 6 нұсқа шықты. Біздің жауабымыз дұрыс екен. Жарайсың. Қаны? Жансұлуды бағалап қояйық басқарма арқылы. Өте керемет. Жарайсың, отыра қой. Ал балалар, демек біз Арманның ерекше өсімдігін таңдап алдық. Арман неше нұсқада таңдай алады екен? 6 нұсқада таңдай алады екен. Түсінікті ма? Иә. Жарайсыңдар. Енді мына тапсырмаға қараймыз. Сен зерттеушісің дейді. Сендер зерттеушісіңдер. Қазір мына сандарды неше нұсқада жазуға болатынын зерттейміз. 6-шы тапсырма. 0, 1, 2 және 3 цифрларын пайдаланып, барынша көбірек 2 таңбалы сан жазу керек. Цифрлар пайдалану мүмкін. Қанша сан жазуға болады дейді. Қаны? Кім зерек екен? Кім шығады? Қаны абетке шыға ғой. Қалғандарымыз дәптерімізде жазып отырамыз. Өзіміздікімен салыстырамыз қаншалықты дұрыс екендігін. Иә. Бұл сандар қиылысымен болады. Мысалға, 1 мен 0. Олар 10 болады. Иә, жарайсың. Тамаша. 2 мен 0. 20 болады. Және де 3 мен 0. 30. Жарайсың. Енді 1 мен 1. 11 Иә. болады. 1 ондық, 1 бірлік. Иә, төбеде ондық бірлік деп тұр ғой. 1 ондық пен 1 бірлік. 2 ондық пен 1 бірлік. Иә, онымыз қандай сан болады? 21. 3 ондық пен 1 бірлік. 31 болады. Жарайсың. Және де 1 ондық пен 2 бірлік. Қандай сан шықты? Шыққан сан 12. 1 ондық пен 2 ондық пен 2 бірлік. 22 сан шығады. Керемет. Енді 3 ондық пен 2 бірлік. 32 сан шығады. 2 бірлік, иә? 32. Астына жазалып кеңісін, иә? Кеңісін астына жазалып, иә? Енді 1 ондық пен 3 бірлік. Иә. 2 ондық пен 3 бірлік. 23 шығады. Жарайсың. 3 ондық пен 3 бірлік. 33. Жарайсың. Сонда бізде неше нұсқа болды? Болды ма? Барлық сандарымыз? Иә, сонда қанша сан шықты бізде? 12 сан. Демек, қанша сан жазуға болады екен? 0, 1, 2 және 3 сандарын пайдаланып, неше сан жазуға болады екен балалар? 12 сан жазуға болады. Жарайсың. Қаны? Ағаркені басқармаға арқылы бағалап қойыңдаршы. Керемет. Отыра ғой. Өте жақсы. Бәрі жазып үлгердік пе дәптерімізге? Жарайсыздар. Ал енді балалар біздің келесі тапсырмамызға қараймыз. Қаны барлығымыз оқулығымызды 80-ші бетті ашамыз. 80-ші беттегі 8-ші тапсырма. Қане қазына оқи қойшы. Есептің шарттылығы есеп бойынша құрастырылған графикке қарап, есептің шарты мен сәйкессіздікті анықта. Есептің шартына түзету жаса. Арақашықтығы 45 км болатын, екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта жаяу жүргінші мен велосипедші жолға шықты. Велосипедшінің жылдамдығы сағатына 10 км. Егер ол 2 сағаттан кейін кездесті болса, онда жаяу жүргінші қандай жылдамдықпен жүрген? Иә, жарайсың, отыра ғой. Енді балалар қараңдар. Бұл жерде оқулықта берілген есептің шартыменен біздің берілген мына графигімізде сәйкессіздік бар екен. Қаны кім зерек? Кім осы сәйкессіздікті анықтады? Қандай сәйкессіздік бар екен? Қаны қазына өзі жауап бере қойшы. Мәтінде 2 сағаттан кейін кездесті деп тұр. Ал графикте 3 сағаттан кейін кездесті. Көрсетіп, түсіндіріп бере қойшы. Графикте 3 сағаттан кейін деп тұр. Ал біздің кітаптағы мәтінде 2 сағаттан кейін кездескен деп тұр.
Өте жақсы. Енді осы есепті шығарып біз нені табуымыз керек екен? Бізде не белгісіз екен? Жаяу жүргіншінің жылдамдығы. Қане есепті шығара ғой. Жаяу жүргіншінің жылдамдығын табады екен. Жарайсыңдар, сендер өздерің дәптерлеріңді орындаңдар. Арғы бетке жаза ғой. Айтып, түсіндіріп отырып шығарамыз қазына. Бірінші арақашықтығы белгілі. Иә, өте дұрыс. Арақашықтық белгілі. Жоғарыда жаз симай қалғансыз қазына. Өте жақсы. Арақашықтығымыз белгілі екен. Бізде велосипедшінің жылдамдығы белгілі. Иә, велосипедшінің жылдамдығы белгілі екен. Бізде уақыты белгілі. Уақыты белгілі. Ал бізде жаяу жүргіншінің жолы қанша жылдамдығы белгісіз. Иә. Яғни екінші жаяу жүргіншінің жылдамдығы белгісіз екен. Ал енді оны табу үшін не істейміз? Бірінші біз жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Өте дұрыс. Жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Өте дұрыс. Арақашықтықты уақытқа бөледі екенбіз. Жазамыз, әдемі сүзіле отырып жазамыз. Писармай, бетімізді көтеріп отырып жазамыз. Басымызды көтеріп. Әдемі қылып жазамыз да келесі. Бізде жақындау жылдамдығы 15 км/сағатына. Біз енді екінші жаяу жүргіншінің жылдамдығын тауып аламыз. Иә, өте дұрыс, керемет. Жаяу жүргіншінің жылдамдығын табу үшін жақындау жылдамдықтан бірінші велосипедшінің жылдамдығын азайтамыз. Өте дұрыс. Иә. Біз 15-тен 10-ды азайтқан кезде 5 км/сағат шығады. Өте дұрыс. Бізде сонда жаяу жүргіншінің жылдамдығы сағатына 5 км. Өте дұрыс. Демек, біз жаяу жүргіншінің жылдамдығын таптық. Жаяу жүргіншінің жылдамдығы қанша екен балалар? Сағатына 5 км. Жарайсыңдар. Қазына кетте тұра ғой. Дұрыс па екен қазынаның орындағаны? Иә. Жаяу жүргіншінің жылдамдығы қанша километр екен сағатына? 5 км. Өте жақсы. Олай болса, қаны қазынаны бағалап қойып, баспармаларды бағалап қойып. Керемет. Жарайсың. Отыра ғой. Өте жақсы қазына. Бәріміз болдық па? Иә. Қолымызды қойып, басымыз көтеріп отырайықшы. Сабақта нені үйрендік? Кім айтады? Қолымыз көтеріп жауап береміз. Қуаныш. Таңдап алу тәсілін үйрендік. Таңдап алу тәсілменен есептер шығарып үйрендік, иә? Жарайсың, отыра ғой. Балым. Бүгінгі сабақта біз таңдап алу тәсілімен және де қол жету қозғалысын білдік және екінші өсімдіктер туралы біле алдық. Өте жақсы. Барлығына сабақ түсінікті болды ма? Иә. Сендерге түсінбеген, қиындық келтірген тапсырма болды ма? Жоқ. Олай болса, бүгінгі сабақта қаншалықты меңгергендеріңді баспарма арқылы көрсетіңдерші маған. Жарайсыңдар. Олай болса, үй тапсырмасын белгілеп алыңдар. Сендерге үй тапсырмасы 80-ші беттегі 10-ші есеп тапсырманы орында дейді. Яғни
арманның гүл шоқтарын әртүрлі нұсқасын қанша нұсқада таңдай алатынын неғып біледі екенсіңдер? Шығарып келеді екенсіңдер. Түсінікті ма? Жарайсыңдар. Онда күнделіктеріне жазып беруге барыңдар. 10-шы есеп. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Олай болса, бас бармақ арқылы көрсетіңдерші маған қаншалықты меңгергендеріңді. Жарайсыңдар. Түсіре қойыңдар. Өте жақсы. Бүгінгі сабақты барлықтарың жақсы түсінгендеріне мен де қуаныштымын.